Жаңа мысырлық досым айтады, Абдулла дейді, мен айтады. Қазақстанға дейді да, сол қазақ халқы, мен айтады, сен сияқты мені түсіне ма дейді. Араб тілінде сөйлей ала ма олар дейді. Мен айтым, жоқ, түсінбейді қазақ халқы. Біз өзіміздің тіліміз бар, дәстүріміз бар. Неғып сұрадым дедім ғой жаңағы арабқа. Сен ол айтады. Егер дейді, Қазақстандағы сол халқың сен сияқты сөйлесіп, мен осындай түсінгенді, мен қалған өмірімді Қазақстанға өткізуге дайынмын дейді. Неге дедім ғой? Сөйтсем ол айтады, мен интернетті көрдім дейді. Сөйтсем сауапты сенің еліңде көріп тұрмын дейді, ол айтады. Қанша намаз оқымайтын кісілер бар екен дейді. Қаншама ішімдікке салынып жүрген алқаштар бар екен дейді. Қанша жаңағыдай бір қасық амал жасап жүргендер бар екен дейді да. Ол айтады, мен елде кімге намазға уағыз айтамын дейді. Елдің бәрі намаз оқиды дейді. Кімге ораза айтамын дейді. Елдің бәрі ораза ұстайды. Құран жатты деп айтамыз ба? Елдің бәрі қари. Кімге не айтамын дейді, ол айтады. Ал сенің еліңде қарап тұрсам дейді,